Алтайда асықпай, аптықпай Астана көшелерімен 1000 шақырым. Астана байк жобасының белсенді пайдаланушысы Дархан Әбішев биыл сәуір мен қазан айлары аралығында 1094 шақырымды велосипедпен жүріп өткен. Бұл Алматыдан шығып, Қарағанды қаласына жетумен пара-параға шықтық. Айтуынша ол бар болғаны қоғамдық көліктен бас тартып, жұмысына велосипедпен барып келіп жүріпті. Велобайк жобасы өте тиімді, қалта жағынан болсын, уақыт жағынан болсын. Мен мысалы соңғы 2 айда үй мен жұмыстың арасындағы уақытты мүлде ойламаймын. Жұмыстан нешеде шығамын, үйге жарты сағатта жететінді білемін. Жарты сағатта жетем велобайктың арқасында. Павел Шевченко да жұмысқа тек велосипедпен қатынауды әдетке айналдырды. Тіпті демалыс күндері отбасын ертіп, достарымен велосипедте берекен. Алтайда ол велосипедті 96 сағат 42 минутқа жалға алған. Ну, квартира небольшая, как бы некуда его ставить. Пәтеріміз шағын, шынын айтқанда, онда велосипед қоятында орында жоқ. Ал мына жобаның арқасында велосипед есік алдында тұрады. Жұмыстың қасына барған соң, сонда қалдырып кете беруге болады. Ал Арман Шәріпов бұл жобаның арқасында салауатты өмір салтына көшкен. Жаз бойы автокөліктен толықтай бас тартқан. Күнделікті қажетіне ол велосипедті 538 рет жалға алған екен. В первую очередь мне дает как бы моменты того. Біріншіден, бұл денсаулығыма пайдалы. Күн сайын 15 шақырымдай жүріп өтем. Екіншіден, жол шығынын үнемдейді. Айына небәрі 700 теңге кетеді. Үшіншіден, автобустықта абыр-сабырда кептелісе тұрмаймын. Бұл белсенді пайдаланушыларға Астана әкімдігі атынан арнайы дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Әрі келер маусымға әрқайсысына арнайы сертификат берілді. Жалпы Астана байк велосипедтерін биылғы жылы 1666 адам пайдаланды. Бұл айрықша жобаның астаналықтар тарапынан қолдау тауып, сұранысқа ие болғанын аңғартады. Астана байк әлеуметтік инновациялық жобасы Самұрық Қазына қорының қаржылай қолдауымен іске асқан болатын.